Курстың қорытындысы бойынша сіздер енді құралдарды қолдана аласыздар WordSkillsқа байланысты. Келесі республикалық чемпионат. Жалпы чемпионаттың ережені уже араларыңызда көріп тұрмын. Қарап танысып жатқандарыңыз бар екен араларыңызда. Енді мен сол ереже бойынша тағы да айтатын болсам, чемпионаттардың үш түрі бар. Есть три вида чемпионатов. Республикалық чемпионат орталықтандырылған Астанада өтеді. Күзгі айларында көбінесе, күз, қыс. Жазда өткізейік деп едік, кішкене ыңғайсыздықтар тудырып, өткізуге мүмкіндік болмады. Жылда осы ноябрь, октябрь, декабрьде өтеді. Бірінші, екінші аймақтық чемпионат болады. Өңірлік аймақтық чемпионат. Ол яғни облыста өтеді, қалада өтеді. Астана қаласында бөлек өтеді, Алматы қаласында бөлек өтеді, облыстарда бөлек өтеді. Колледждардың барлығы жиналады да сол құзыреттілік бойынша жарысқа түседі. Үшінші, корпоративтік салалық, қазақша аударатын болсақ, салалық чемпионаттар. Корпоративті чемпионаттар. Ол қандай чемпионаттар? Ол чемпионаттың компетенция бойынша. Яғни, мысалы, Дости деген мекеме бар. Ол республикалыққа жатпайды, ол өңірлікке жатпайды. Олар өздері бір мартта ешкімге айтпай болған кезде өздері елден бөлек өздері электроникадан жарыс өткізеді. Бірақ ол жарысты олар жайдан жай өткізбейді, ол жарыстары осы WordSkills ережесіне, WordSkills стандарттарына сәйкес өтеді. Өздері оған емін-еркін Қазақстаннан қатысуға болады, Қырғызстаннан келіп қатысады, Қытайдан келіп қатысады, облысқа, бүкіл республикаға объявление береді, кім электроникада қатысқысы келеді, барып қатысады. Сөйтіп олар өздерінің чемпионаттарын өткізуге мүмкіндік алады. Түсінікті ғой? Біз республикалық чемпионатқа тоқталатын боламыз көбінесе. Республикалық чемпионат бізде әр өңірден бір сарапшы компатриот қатысады. Яғни сіздер тек қана бір қатысушы қатыстыруға мүмкіндіктеріңіз бар, бір құзыреттілік бойынша ғана. Бір эксперт, бір сарапшы екі құзыреттілікке бірдей қатыса алмайды бір жылы. Келесі жылы, пожалуйста, басқа құзыреттілікке қатысуға болады. Бірақ осы чемпионатта 2 күн бір құзыреттілікте, үшінші күні басқа құзыреттілікке кіркетуге болмайды. То же самый қатысушылар бір құзыреттілік бойынша келді, до конца сол бойынша қатысады. Келесі бір чемпионатта. Келесі чемпионатқа орын алмаса, сол құзыреттілік бойынша қатысуына болады. Қатысушылар егер бірінші, екінші, үшінші орын алмаса, медальон алса бола береді. 1, 2, 3. Осы 3 орынды алмаса, келесі жылы чемпионатқа қатысуға мүмкіндігі бар. Бірақ 2 реттен көп емес. 3-ші рет қатысуға болмайды. Қайта бір қатысушыны қатыстыра беруге болмайды екен. 2 рет. Оны сіздер білмей, республикаға 3-ші рет бір балаңызды апарып, сол жерде спор, дау-даума болып жатса, сіздерді дисквалификацияға дейін алып барады. Тіпті басқа бала қатыстыруға мүмкіндік бермей, сіздерді шығарып тастайды. Үшінші, қатысушының жасы 22-ден аспау керек. Оны қалай түсінеміз 22-ден аспау деген? Яғни, сол календарный годта, мысалы, чемпионат бізде ноябрьде болды. Ноябрьде, мысалы, Дастан деген баланың қатысушының жасы 21-де, бірақ декабрьдің 20-сы оның туған күні. Ол сол жылы, сол календарный годта, күнтізбелік жылда 22 жасқа толып тұр екен. Яғни оны қатыстырмайды. Сіздерден барлықтарыңыздан удостоверение барлығын жинайды ғой. Сол кезде удостоверенияларды жинаған кезде қарап, сол қателікті шығаруы мүмкін. Сол кезде сарапшы компатриот та, облыстың басқарма басшылары да тоқтата алмайды. Өйткені ережеде жазылып тұр. 22 жастан аспауы керек күнтізбелік жылда. Календарный год деген сөз, чемпионат октябрьда болды, бірақ декабрьда жасы 22-ге толып қояды. Значит, ол уже қатысуға мүмкіндік ала алмайды екен.
соған тоже мұқият болуларыңыз керек. Келесі, WorldSkills чемпионаты тең демонстрациялық экзамен. Бағана айтып кеткенімдей, WorldSkills стандарттары тура сол демо экзаменде де қолданылады. Тура сол CIS деген программа, ол тура сол неде қолданылады, демода қолданылады. Бағалауға арналған жүйе тура демо экзаменде қолданылады. Тек қана өзгешілік, сол бала саны көп болады. Алты ақ бала, 10 ақ бала болмайды уже. Группаларда білеміз, 15-20 балаға дейін, 25 балаға дейін жетіп жатады. Соның барлығын демо экзаменнен өткізіп, енді сол жағынан нагрузка болады қатысушыларға, мұғалімдерге. Келесі бізде презентация ауыстырып көрініп тұр ғой сіздерге. CIS. Мен енді тез түсіндіріп жатырмын. CIS деген не, анау деген не деп. Ертең практикада мен өзім CIS-тің ішіне кіріп, сіздерге көрсететін боламын. CIS деген программа, ол яғни кез келген бағдарлама сияқты өзінің қолданушылары бар. Пользователь дейді ғой. Оның өзінің администраторы болады, өзінің ұйымдастырушылары болады, и және сарапшы компатриот, ең қарапайым қолданушысы болады. CIS-ке қатысушылар кірмейді. Участники не допускаются к CIS. CIS деген ол бізде электронный программа, компьютерге, серверге орнатылады, и барлығы доступ болады. Администратор деген ол бізде ең жоғарғы қолданушы. Ол бізде көбінесе республикада талап болады. Олар енді талап қазір соңғы 2-3 жылда өте адалдық жағынан өте жақсы деңгейде деп айтсақ болады. Енді сіздерде өңір уже бұрынғыдай реніш жоқ талапқа. Бір 3-4 жыл бұрын біреулер ойбай балалар өзгеріп кетті, біздің баламыз жақсы бал алып еді, орынға ие болмай қалды деген сияқты әңгімелер көп болатын бұрынғы кездері. Соңғы кездері талапқа, жалпы эксперттердің сапасына жақсы көңіл толарлықтай жақсы болып жатыр чемпионат. Ол да жақсы да, балалардың сапасы көтеріліп жатыр, эксперттердің сапасы көтеріліп жатыр. А вот осы администратор жағынан утечка информации жақсы болмай жатыр. Жақсы болып жатыр. Кері қосыла алмай жатырмын. Біздің топқа қосыла алмай жатыр екен группамызға. Астау сілтеме жіберіп қояйын. Енді сіздер оп-оңай қосылдыңыздар, мына кісілер неғып қосыла алмай жатқандарын. Администратор ең жоғарғы қолданушы. Оның міндетіне не кіреді? Құзыреттілікті ашу. Аспаз құзыреттілігін ашу, сантехникті ашу, веб құзыреттілігін ашу. Жалпы создать компетенции. Келесі ұйымдастырушы тобын құру. Главный эксперт, зам главный экспертті ашып береді. Ары қарай администратордың жұмысы шек тоқтайды болды. Алады да главный эксперт пен зам главный экспертті ашады да сол кісілерге логин паролін береді. Ары қарай сол кісілер өздері жұмыс жасайды. Бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасары эксперттерді қосады, өңірлерді қосады, алады да олардың критерий оцениванияны қосады. Біраз жұмыс атқарады осы ұйымдастырушылық тобы. Бағана кук деп айтып жатырмыз ғой, команда управления компетенций. Ол ұйымдастырушылар тобы, бағана бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасары. Ең соңғы сарапшы компатриот, ол уже құрылған CIS жүйесіне кіреді де бал қойып шығады. Бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасары бал қоюмен айналыспайды. Оларда ондай доступ жоқ. Олар тек қана критерий оцениванияны салады, болды. Енді сіздерде араларыңызда жаңадан қосылып, жаңадан осы WorldSkills туралы үйреніп жатқандарыңыз болса, бұл жағынан уайымдамасаңыздар болады. Бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасарында бал қою, сіздердің балдарыңызды өзгерту, балдарыңызды көру функциялары жоқ. Олар оны жасай алмайды. Ары қарай. Басшылар және басшылардың орынбасары.
Жалпы чемпионатта жарыс болады. Жарыспен қатар бізде сообщество дейді ғой, қауымдастық, эксперттер қауымдастығы құрылады. Сарапшылар қауымдастығы құрылады. Сарапшылар қауымдастығы деген ұғым. Қазір мен сіздерге жіберген презентацияда оның жеке жеке анықтамалары көрсетілген. Ол ережеде де бар. Мен сіздерге оны қысқаша айтып кетейін. Сарапшылар қауымдастығы деген 20 эксперттің бірлескен қауымдастығы. Олар өздері бір форум болады. Негізі ол шетелде форум жүргізіледі. Международныйда. Бірақ бізде форумды біз WhatsApp группа не болмаса Telegram группада жүргіземіз. Ары қарай сол 20 адам сообщество экспертов. Оған бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасары өкінішке орай кірмейді. Сообщество экспертов не жасайды бізде? Олар өздері осы чемпионат уақытында дауыс бере алады. Дауыс беру дегеніміз спорный момент болады ғой, мысалы. 20 бала жарысқа түсіп, 20 бала қатысып жатыр. Бір баланың құлағында мысалы наушник көріп қалды. Екі баланың құлағында наушник көріп қалды. Бірақ оның компетенцияда енді поварларды айтайық мысалы. Оларға ешкім айтпады, наушниктарыңды өткізіңдер, наушниктарыңды шешіңдер деп айтпады. Олар алдына наушниктермен қолданып бастап кетті жарыстарын. Жарыс уақытында бір сағат өткеннен кейін шапканың ішінен көрініп тұр, құлақтарында наушниктары бар екен. Енді дауысым естіліп тұр. Бізде бір Күмісай деген кісі дауысыңыз естілмей тұр дейді. Білмеймін, енді әріптестер сіздер қосылдыңыздар аман есен. Басқа кісілер что-то қосылып көрмей жатырмыз сізді дейді. Мен оның өзінен жіберейінші, ссылканы конференция. Я Айгүл Мұратқызы, саламатсыз ба? В общем, дауысым естіліп тұр, бәрі көрініп тұр, иә. Білмеймін енді неге видео көрінбей тұр деп айтып жатыр. Келесі осы жұмысымызды жалғастыратын болсақ, сол дауыс беру дегеніміз, яғни сол өздеріміздің дау дама болған кезде, спорный момент болған кезде, спорные моменты, которые не прописаны в правилах. Ережеде жазылмаған спорный моменттер болады ғой. Түрлі жағдайлар болады, енді республикаға қатысып жүрген адамдар біледі. Сол жағдайлардың көбісінде спор моменті осы 20 сарапшы өздері дауыс беріп шешеді.
және басшылар мен бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасарлары, яғни дауыс беруге, бағанағыдай спорный моменттерді өздері емін еркін шешіп кетуге оларда доступ жоқ ондай. Тек қана осы 20 сарапшы компатриот өздері дауыс берумен айналысады. Ары қарай нормативтік құжаттар. Бұл негізі бізде нормативтік құжаттарға тоқтайтын болсақ, WorldSkills'та жас чемпионат уақытында 6 құжат қолданылады. Бірінші, екіншісі, мен өзім презентацияны қарасаңыздар, бөлек тұр. Бірінші, екіншісі бізде ол бүкіл компетенцияларға, бүкіл чемпионатқа қатысты құжаттар. Ол правила чемпионаты, ереженің чемпионаты, және әдеп кодексі. Ол ремонт автомобилияға да, веб-технологияға да, аспазға да бәріне единый. Яғни олар бәріне қолданылады. Одан бөлек 4 құжат бар. Сол каждый компетенцияда жеке-жеке өздеріне ғана қатысты құжаттар. Аспаздікі бөлек, веб-тікі бөлек, сантехниктікі бөлек. Ол қандай құжаттар? Ол техникалық құзыреттіліктің сипаттамасы, техническое обеспечение компетенции, описание компетенции. Ол сол құзыреттілікте қандай стандарттар қолданылады. Аха, 3 адам бір зумнан қарап отыр екенсіздер, жақсы белгілеп қоямыз. Сол қанша модуль болады, ол модульдерді қанша жұмыс жасалынады, қанша сағат беріледі, соның барлығы осы сипаттама құжатында көрсетіледі. Бұл документтерді сіздер қай жерден ала аласыздар? Оны сіздер WorldSkills сайтынан ала аласыздар. WorldSkills.kz деген сайт бар. WorldSkills.kz сайтына кірсеңіздер, осы жерде осы құжаттамалардың барлығы бар. Кешіріңіздер. Екінші парақ ол инфрақұрылымдық парақ. Инфраструктурный лист. Орысша. Қазақша инфрақұрылымдық парақ. Ол жерде бізде не заттар көрсетіледі? Ол құжаттамалар бізде сол құзыреттілікте қандай оборудование, қандай тулбокс, қанша квадрат метр беріледі бір балаға, қандай гипсокартонмен жұмыс жасайды, қандай перфоратормен жұмыс жасайды, соның барлығы требованиялары жазылып тұрады. Өйткені бір балада бір гипсокартон, екінші балада басқа гипсокартон болуға болмайды. Соның требованиялары қанша толщина, қанша миллиметр, қандай тығыздығы болу керек, барлығы осы инфраструктурный листта көрсетіледі. Түсінікті ғой? Қанша қатысушы қатысады, квадратурасы көрсетіледі. Екінші, конкурстық тапсырма, конкурсное задание. Конкурсное задание бізде 2 түрлі жолмен жасалынады. Біріншісі, ол бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасары жасайды. Үшіншісі, ол технический, третья сторона дейді. Третья сторона ол бізде компания. Бір компаниялармен жасалуы мүмкін. Компетенцияның бір үшінші жақтан компания, 1С компаниясы, Гости компаниясы, Феста компаниясы, сол бір компания жарысқа, чемпионатқа қатысушы бір компания жасап шығуы мүмкін. Бас сарапшы да білмейді ол тапсырмаларды. Бірақ ондай Қазақстанда бізде бәріне жеке-жеке жасап беретін компаниялар жоқ. Санаулы 4-5 компания бар, өздеріне сол жауапкершілікті алатын. Қалғанның барлығында бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасары жасайды тапсырмаларды. 4-ші құжат критерияларды басқару, критерийді бағалау құжаты. Критерий оценивания. Критерий оценивания бізде көбінесе бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасары жасайды. Ол Excel құжат, мен сіздерге жіберген үлгі графикалық дизайн деген. Ол образец ретінде жібердім. Сондай документ болады. Структура этого документа такая, но критериялары басқа болады. Түсінікті ғой? Ол 3 пен 4 бірін-бірі айту керек, отражать ету керек. Отражать деген сөз ол бір-біріне бір айна сияқты болу керек қой. Яғни конкурстық тапсырмада жазылмаған зат, мысалы конкурстық тапсырмада жазылмаған диаметр 20 сантиметр болу керек деген логотиптің ше, мысал ретінде айтамын.
енді барлығымызға түсінікті шығар, диаметр 20 сантиметр болу керек деп жазылмаған конкурсный заданияда. Бірақ на критерий оцениванияда оған диаметрі 20 сантиметров деп оған балл беріліп жатыр. Ол қаншалықты дұрыс? Ол дұрыс емес. Өйткені мына конкурсный заданияда жасалмаған, айтылмаған зат критерий оцениванияда бағаланбау керек. Өйткені бала оны қайдан жасайды? Егер ол требованиялар, ол талаптар жазылмаса мына құжатта. Сол үшін мына екі құжат, яғни конкурстық тапсырмадағы жазылған заттар ғана бағалану керек критерий оцениванияда. Дәл солай критерий оцениванияда, мысалы, конкурсный заданияда жазылып тұр ол заттар. Критерий оцениванияда оған балл берілмейді. Ол да болмайды. Өйткені конкурсный заданияда жазылған. Оған бала өзінің жұмысын, өзінің уақытын құртты ғой. 20 миллиметр қылып сызды, сантиметр қылып, домалақ қылып сызды. Ал мына жерде жазылып, оған вообще балл берілмейді. Яғни баланың жұмысын ысырапқа кетіріп жатыр. Сол үшін мына конкурсный задание мен критерий оценивания бірін-бірін айна сияқты толықтыру керек. Кешіріңіздер, чемпионат кестесіне келетін болсақ. Чемпионат бізде, яғни 3 күн болады жарыс. Бірақ өздеріңіз білесіздер, бір 10 күнге созылады ғой чемпионат. Жарыс басталғанға дейін 2 күн бұрын келу керекпіз. С-3, С-2. Құрылыс салу. Яғни площадканың құруымен бас сарапшылар ғана айналыспайды. Сіздерді, эксперттерді де шақыру мүмкін. Бір жерге компьютер қою, бір жерге стол қою, бір жерге проектор қою, соның барлығына көмектесуге эксперттер атсалысу керек. С-2 дейді. Ол жерде эксперттер күні, екінші күні, яғни эксперттер күні сол өзгерістер жасап, тапсырмаға 30% өзгеріс жасайды, бағалау критерийін көреді. Екінші күні. Бір күн қалған кезде қатысушыларды міндетті түрде шақырып, оларға алаңды көрсету керек. Барлығы дұрыс орналасқан ба, барлығы бар ма, барлығы басталды ма. Одан кейін көбінесе осы қатысушы күні сол бір күнде бізде открытие, ашылу бірге болып кетеді. Қатысушы күні сол ашылуды бірге өткізіп жібереді. Ашылу басталғаннан кейін бірінші, екінші, үшінші жарыс күні басталады екен. Одан кейін 3 күн өтті ғой жарыс. 4-ші күнді кейінгі кездері осы қалап пустой день дейді. Енді қалай айтсақ болады? Бос күн қылып қалдырып жүр. Бос күн болғанда дұрыс, өйткені закрытияны сапалы өткізу үшін, закрытияда ешқандай сұрақтар болмау үшін, спор болмау үшін, соның барлығын 4-ші күні бос күні шешіп алады. И закрытияда аман-есен барлығын өткізіп тастайды. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 күн ғой. 8 күн бойы чемпионат өтеді. Әріптестер, қазір сіздермен 10-15 минуттық үзіліс жасасақ. Одан кейін ары қарай 1 сағаттай өткіземіз. Одан кейін аман-есен бүгінгі күнге аяқтасақ болады. Қазір мен бір 10-15 минутқа бір шұғыл түрде бір жаққа барып келейін. Сосын ары қарай өзіміздің сабағымызды жалғастырып боламыз. Сіздер группадан, WhatsApp-нан, Zoom-нан шықпай қойсаңыздар болады. Егер шығып кететін жағдай болса, 15 минуттан кейін қайтадан қосылуларыңызды сұраймын.
Продолжить запись. Бізде видеомыз поделиться. Сіздің біліміңіз мен жетістіктеріңіздің дәлелі. Жалпы енді портфолиоға жинау қажеттілігі. Ау Зинур. Ассалаумағалейкум, қалайсыз Зинур? Аха, жақсы. Мен қазір 5:30-да келем. Сен залдасың ба? Или сен кетейін деп жатсың ба? 5:30-да келем мен. Үйге барып заттарды алып келем ғой. Жоқ, қазір жұмыстамын. Сол жұмыста ровно 5-те шыққанда үйге барып заттарды алып 5:30-да келем. Жоқ, аузым ашық. Заттар аласың. Аласың ба заттар? Жейтін. Все, ұйымдастырамын, давай. Все, ұйымдастырамын, хорошо. Давай. Жоқ, ана деликатестің пловы жақсы, сол жақтан екеумізге аламын да алып келемін. Иә, Паристікі де кішкене не дұрыс емес. Анакін жеп көресің. Давай, давай, алып келемін. 5:30-ға не істеймін? 2 порция ма или саған ғана ма? Өзіме полный аламын. Сенікін 2-ге бөл дейсің ба, или полный алайын ба? 2. Жарайды, короче, полтораны бөле саламын. Короче, өзіме 1 порция, саған полтора, 2-ге бөлемін. Давай. Кешіріңіздер. Жиналыстарыңыз барлар, енді жиналысқа қатыса берсеңіздер болады. Біз бір 10-15 минутта өтіп. Бағанағы айтып кеткен чемпионатта 6 құжат, всего 6 нормативных документов. 6 нормативтік құжат бар. Екеуі ереже мен әдеп кодексі сіздерге жіберіп қойдым. Ол бізде барлық компетенцияларға қатысты. 4 құжат ол жеке өзіміздің компетенцияда ғана қолданылады. Ол техникалық сипаттама, техническое описание. Оны сіздер WordSkills сайтынан көре аласыздар. Инфрақұрылымдық парақ, инфраструктурный лист. Ол жерде қандай оборудование, қандай программа, қандай киім болу керек, қандай спецодежда болу керек, соның барлығы осы жерде көрсетіледі. Конкурстық тапсырма. Конкурстық тапсырманы айттым. Ол либо третья сторона делает, үшінші жақ. Бір компания жасай ма, нейтральный. Либо бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасары жасайды. Ондай да жағдай бар, ондай көбінесе сол. Бізде өйткені Қазақстанда бір жеткілікті компаниялар жоқ, өзіне ответственность алатын. Келесі бағалау критерий. Сол конкурсный заданияға ұқсап бағалау критерий жасалынады Excel документте. Қай моментте қанша балл берілетіні. Барлығы бізде 100 балға толықтырылады, модульдарға бөлінеді. Сол модульдерге уже қарап бағалау критерийлері балға бөлінеді. Бірінші модуль, мысалы, модуль А, Б, С, Д. 4 модуль болса, өзі 20-20, 30-30 болып бөлінуі мүмкін. Әртүрлі бас сарапшы мен бас сарапшының орынбасары бөлуіне байланысты. Сіздер бағалау критерийін, конкурстық тапсырманы жарыс басталған кезде көре аласыздар. Конкурсное задание может быть скрытым или открытым. Жабық болуы мүмкін, ашық болуы мүмкін. Жабық деген ол тек қана жарыс басталған кезде, бір күн бұрын не болмаса, бір 10-15 минут қалған кезде ғана ашады. Ондай жағдайда болады. Неге бізге тапсырманы жібермей жатыр деген сұрақтар болса, егер если этот компетенция скрытый болса, тапсырманы сол күні ашады. Егер тапсырма ашық болса, открытый, ол сайтта, WhatsApp группада, Telegram группаға жіберіледі заранее. Но жарыс басталғанға 2 күн қалған кезде день экспертов болады ғой. Эксперттер күні 30% өзгеріс ендіру керек. Бағалау критерийі сол сияқты, егер 30% өзгерсе, бағалау критерийінде өзгерту керек. Бірақ бас сарапшыға сіздер өзгертіңіздер деп қана қоймай, басқа эксперттер де атсалысу керек. 30% изменение проходит экспертное сообщество жасайды.
Экспертное сообщество бізде 20 эксперт атсалысады. Если они потребуют, чтобы 30% было изменено, они могут это потребовать. Егер өзгертпейміз, осы жерін ғана өзгертеміз десе де өздері біледі. Самое главное, что протоколға қол қояды. Мы согласны, что задание осындай осындай деп. Дальше идем. Бізде не бар? Поочередно. Қайсы бірінші бекітіледі, қайсы бірінші орындалады. Әдеп кодексі мен чемпионат ережелері ең басында 6 ай бұрын бекітіледі и бәріне үлестіріледі. Одан кейін техникалық сипаттама жүреді. Техникалық сипаттама сайтқа салынады. Техническое описание скрытый, открытый деген болмайды. 2 ай қалған кезде описание компетенции сайтқа салынып білініп тұрады. Кәсіби WorldSkills стандарттары ол техникалық сипаттаманың ішінде. Стандарты WorldSkills осының ішінде. Дальше у нас инфраструктурный лист. То же самое 2 ай қалған кезде ол скрытый, открытый деген болмайды инфраструктурный лист. Түсінікті ғой? Ол инфраструктурный лист сайтқа загружается. WorldSkills WhatsApp группаға жіберіледі. Telegram группаға жіберілу керек. Өйткені сіздер қандай оборудованиемен дайындалу керек, қандай экипировка кию керек. Toolbox деген нәрсе бар. Toolbox – это оборудование, которое вы с собой приносите. Есть оборудование, которое предоставляется талаппен. Это большой станоктар болуы мүмкін, там, перфоратор, білмеймін, кейбір заттар, печкалар, олар талаппен ұйымдастырылады. Но кейбір заттарды, вилка, қасық па, білмеймін, кейбір заттарды toolbox деп айтады. Toolbox ағылшынша аударған кезде қазақшаға ол бізде құрал жабдық коробкасы. Құрал жабдықтарды кейбір кішігірім ара болуы мүмкін, перфоратор, шуруповерт, соны сіздер өздеріңіз апарасыздар. Егер ол toolboxта жазылып тұрса. Сыртқа киетін экипировка, аяққа киетін спецодежда, спецобувь, оны өздеріңізбен апарасыздар. Конкурстық тапсырма айтқанымдай открытый, закрытый болуы мүмкін, оның барлығын түсіндірдім. Оның барлығы сосын CIS серверына жүктеледі, сол жерде оценивание жүргізіледі. CIS науа талап деп жазып қойдым. Келесі әдеп кодекс чемпионаттарға қатысатын тұлғалардың этикалық мінез-құлық нормы. Енді чемпионат ережесі деген не? Енді понятно, да? Ереже деген не? Әдеп кодексі деген как нужно себя вести во время чемпионата. Түсінікті ол. Үй тапсырмасын орындау мысалдары. Енді мен сіздерге жалпы бағана анкетаны қалай толтыру керек деп тұр ғой, сауалнама анкета. Соның мысалы келтірілген, енді оны уже сіздер толтырып бастадыңыздар. Егер әлі де түсініксіз болса, сайтқа презентацияны ашып өздеріңіз көре берсеңіздер болады. Ары қарай бір енді қысқаша бір 5 минутта бір аяқтасақ, и сіздерге ютубқа мен видеозаписті жіберіп қоямын. WorldSkills International міндетті оқыту. Енді жалпы сіздер WorldSkills, республикалық WorldSkillsмен қатар халықаралық WorldSkills'ты да білу талабы бар. Өйткені көп правилалар, көп ережелер, көп жаңашылдықтар бізге шетелдік WorldSkills'тан келеді. Сол үшін оны біліп тұрсаңыздар, тоже артық етпейді. Сарапшылардың басты қасиеттері қандай болу керек? Яғни сіздердің қандай басты қасиеттеріңіз? Ол сарапшылардың тұлғалық қасиеттері, психологиялық, стрессқа устойчивый, коммуникабельный, адал және әділ. Енді барлығы енді жеңіл, көбісі адамдарда бар құзыреттіліктер. Ең бастысы андай конфликтный болмау керек, арам пиғылды басқа эксперттер, басқа қатысушыларды төмендету деген мүлдем болмау керек.
ең бастысы психострессоустойчивый. Енді сіздер енді араларыңызда бірінші рет қатысқандарыңыз таңғалуларыңыз мүмкін. Ересек адамдар, оққан тоққан адамдар, бірақ төбелеске дейін барып жатады республикалық чемпионат. Бірін бірін төбелеске дейін барып жатады. Ол кезде дисквалификация, бүкіл облыстың сол құзыреттілікті шығарып тастайды, болды. Мысалы ремонт, кузовной ремонт деген компетенция болған. Оны вообще целый компетенцияны шектеп тастады. Бас сарапшы мен сарапшы компатриоттар төбелесіп қалды өзара. Сен менің баламды әдейі төмендеттің, мен сені әдейі төмендеткен жоқпын деген сондай бір қарапайым сөздерден басталып төбелеске дейін, ер адамдардың арасында төбелеске дейін кетіп жатты. Енді әйел адамда төбелеске бармаса да кейбір құзыреттіліктерде кәдімгідей дөрекі сөйлеп бір бірімен ұрысып жатқандар болады. Енді ол жаман жағдай, бірақ енді ондай болып тұрады. Енді тағы да бір психологиялық дайындық болу керек. Ә, Оценивание түнгі 1-2-ге дейін болады. Осы бағанағы айтып кеткен 7-8 күннің 3-4 күнін түнге дейін қалатын кездер болады. Кейбір эксперттер дайын болмайды. Мен балама не қойсаңдар да қоя беріңдер, мен кеттім дейтін де кетіп қалады адамдар. Мен өзімнің жеке құзыреттілігімде болды, бас сарапшылық кезінде. Мысалы баланы чемпионатқа алып келді, дайындады, кешкі сағат 10, тағы да бізді оцениваниеміз біткен жоқ әлі, бағалауымыз жұмыстарын тексеру керекпіз. Бір оқытушылар айтты, болды, мен балам ұтылса ұтыла берсін, мен қайттым, мен үйде күйеуім ұрсып жатыр, қайт деп жатыр деді да кетіп қалды. Біз енді оның қолынан ұстап күш көрсетіп қалдыра алмаймыз, кетсе кетті. Бірақ келесі күні келіп оған өздерінің облыстарының басшылары, сен неге кетесің, кетпе, барып балаңның тапсырмасын көр дейді. Келесі күні уже бәрі бітіп, бағалаудың бәрі бітіріп тастағаннан кейін мен баламның бағалауын ашыңыздаршы қайтадан дейді. Мен баламның бағалауын келіспеймін дейді. Мен көруім керек дейді. Енді сіз кеше өзіңіз кетіп қалдыңыз, сіздің балаңыздікін біз бағалап уже жауып тастадық серверді. Жоқ, мен көруім керек, сендер неге менсіз жауып тастайсыңдар деген жағдайға дейін болып жатады. Ол кезде енді ол кісі не кімге барса да, қалай барса да, одан басқа 19 адам қолын қойып закрыть оценивание дегенге қол қойып тастаған болды. Өзі болмаған, өзі обал өзіне. Оның басшылары келіп сөйлеп жатады бізге. Ондай кезде уже сөз өтпейді. Өйткені сервер жабылды, оценивание бітті. Сол күні бітіру керек деді оцениваниені, біз бітірдік. Кешіріңіздер. Гүлзат. Аха. Әріптестер, енді осымен қазіргі сарапшының қандай қасиеттері, міндеттері болу керек екенін бүгінгі сөзімізді тамамдасақ и видеоны сіздерге жіберсем. Сұрақтарыңыз болса кешегідей группаға қоя беріңіздер, енді оқығандарымды жауап беруге тырысамын. Жақсы, сау болыңыздар. Sağ olun. Аха, сау болыңыз.